Үшіншісі, жігіттер, осы әлемді көркейту үшін келген екенбіз біз. Хуа аншаакум минал арды вастамаракум фиха дейді Құранда Алла тағала. Біз сендерді сол жер бетінен шығардық, және де сол жер бетіне қайтадан қайтарамыз. Вастамаракум фиха. Сол жерлерді абаттандырып, мәдениет қалыптастырып, дамытып кетулерің үшін дейді. Жерді дамыту үшін келген екенбіз, жігіттер, біз. Жерді құрту үшін келген жоқпыз. Мына бар ғой, мынандай нәрселер бар. Мына қолыңдағы тұрған бір аузыңды сүрткен, немесе аяқ киімің сүрткен нәрсені жерге тастай салатын әдеттер бар. Сен бұл әдетіңді таста. Сен бұл әдетіңді алда, жерге тастама. Сен бұл әдетіңді неге таста? Шелекке таста. Сонымен кетсін. Темекі шегетіндер бар. Темекі шегіп тұрады да, сөйлеп тұрады да, тастай салады да, мәшинесіне отырып кетіп қалады. Сен темекіңді әдет қылып таста бірінші өзіңе бір. Одан оны тастаған кезде неге тастадың? Шелекке таста. Жалпы таста. Темекінші. Өйткені темекі сені жақсылыққа апармайды. Жердің бетін ластама. Тамақ жеп отырады, машинада тамақ жеп отырады. Тоқташ, терезені ашады, тастай салады. Біз бұл үшін жіберілген жоқ екенбіз. Мына жердің бетін керісінше біз абаттандық. Мына ағалар кеше айтып жатыр, мешіт салдық дейді. Алла разы болсын. Жердің бетіне бір мешіт салған адамға Алла тағала жәннаттан бір сарай салады. Мына дүниенің өзінде мешіт не ол? Мешіт қаланың архитектуралық мәдени бір нысаны ғой, білесіздер ма? Бұл кәдімгі Жезқазғанға немесе Сатпаевқа келген адамдарға көзіне бүйтіп оттай басылатын нәрселер ғой. Міне мынау мешітіміз, мынау міне церковь, мынау міне мост, мынау міне үлкен осындай плаза, мынау торговый дом деген сияқты көрсететін нәрселер бар ғой. Дубайда жаңағы Бурдж Халифа деген сияқты. Меккеде Кааба көрсететін, пайғамбарымыздың мешіті жасыл күмбез, ол өзі символ. Бұл сондай нәрселер, бұл жерге, сол қалаға сәнін кіргізетін ғимараттар ол. Бұл сондай мақсатта да салынады мешіт. Мешіттер неге әдемі қылып салынады? Бұл кәдімгі мәдениет қой бұл. Мысалға осын салып қойыпсың, мынау деген сырттан қараған адамға қандай керемет. Бұл сіздің қалаға қосқан үлесіңіз ғой. Мысалға осы Сатпаев қаласына сіздің қосқан үлесіңіз. Сіз жаңағы мынау Алланың айтып жатқан уастамаракум фиха, жердің бетіне құрылыс жасап, мәдениет қалыптастырып, абаттандырыңдар деген аятқа амал ғой бұл. Өзіңіз білмеуіңіз мүмкінсіз, бірақ шынымен келген кезде сіз адамдық жаратылыс мақсатыңызды орындадыңыз.